студенттер бізді қазір бокстан, футболдан жеңіп кетіп жатыр. Олар өз тілінде сөйлейді. Яғни тіл бұл рух. Енді мен ылғи мысалға екі адамды келтіремін. Біреу Димаш Құдайберген. Қай тілде оқыды? Ақтөбеде ешқандай зияткер емес, дарын емес, кәдімгі мектепте оқыған. Кімнен кем? Орыс сыныбында оқыған баладан артық орыс тілін біледі, ағылшын тілінде оқыған баладан артық ағылшын. Ең бастысы айналайын, Димаш өзінің ана тілін, қазақ тілін сүйеді. Сол тілде ойлайды, сол тілде сөйлейді, сол тілде жазады, сол тілде насихаты. Сол үшін Алла тағала оны кереметтей осы. Оның тегіне де, ата-анасына да, ата-әжесіне де ризамын. Екінші мысал келтіретін адам Асқар Жұмаділдаев деген ағам. Әлем мойындаған математик. Қай тілде оқыған? Асқар Жұмаділдаев Қызылорданың Шиелісінде өзінің бір сұхбатында айтады, құмға есеп шығарады. Сол кезде бір ауыз орыс тілі, қазақ тілінде оқыған. Өйткені әр ұлтта пайғамбарымыздың хадис күдесінде айтады, ей пендем, мен сенің әрқайсыңа өзіңе лайық түр бердім. Неміс кәріске ұқсамайды, қазақ орысқа ұқсамайды. Сол жаңағы айтып отырған 7000 ұлтқа 7000 түрлі түр берген. 8 миллиард адам болса, 8 миллиард адам біріне бірі ұқсамайды. Тіпті егіздердің өзін я танауынан, я қабағынан, я көзінен ажыратып аламыз. Әрқайсымызды жеке-жеке жаратқан. Сондықтан әрқайсымызға жаратқан кезде біреуін әкесі қаламаған шығар, біреуін Алла жаратқан. Алла махаббаттан жаратқан. Сол махаббаттан қазақты жаратқанға қазақтың тілін берген. Сол тілде ойлаған, сол тілде сөйлеген, сол тілде жазған қазақтың баласының жолы ашық болады.